Сәлеметсіңдер ме балалар, 2 сынып математика пәні 121 сабақ. Көп бұрыштардың қоршаған ортадағы заттар бетінің қабырғаларын өлшеу тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Үшбұрыштардың қабырғаларын өлше, олардың барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысын жаз, қосындылардың мәнін есепте дейді. Балалар, бізде 3 түрлі үшбұрыш берілген, ал олардың қабырғаларын өлшеп, бір-біріне қосуымыз қажет екен. Бірінші үшбұрыштың қабырғасын өлшейтін болсақ, оның әрбір қабырғасы 1 см екен. Ал екінші үшбұрыш әрбір қабырғасы 2 см, үшінші үшбұрыштың мына бір қабырғасы 5 см, мына қабырғасы 4, ал мына қабырғасы 3 см екен. Ал енді осы қабырғаларының ұзындықтарының қосындысын жазайық және олардың мәнін табайық. Бірінші 3 қабырғаны бір-біріне қосып шығамыз. 1 см қосу 1 см, қосу 1 см тең 3 см-ге тең. Екінші үшбұрыштікі 2 см қосылған 2 см, қосу 2 см тең 6 см-ге. Келесі үшбұрыштікі 5 см қосу 4 см, қосу 3 см тең 12 см-ге. Ал енді екінші тапсырма практикалық жұмыс. Төртбұрыштардың қабырғаларын өлше, олардың барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысын жаз, қосындылардың мәнін есепте дейді. Мұнда балалар 3 түрлі төртбұрыш берілген, олардың қабырғасын өлшеуіміз керек. Яғни бірінші төртбұрыштың ұзындығы 3 см, ені 2 см. Яғни төртбұрыштың мұндағы қарама-қарсы қабырғалары тең. Келесі төртбұрыш, бұның барлық қабырғасы 1 см, яғни бұл шаршы. Келесі төртбұрышқа қарайтын болсақ, мына қабырғасы 2 см, 2 см, 4 см, 4 см-ге тең екен. Ал енді осы төртбұрыштардың қабырғаларының ұзындықтарының қосындысын жазып шығайық. Бірінші 2 см қосу 3 см, қосу 2 см, қосу 3 см тең 10 см-ге. Келесі қабырғалары 1 см, 1 см қосу 1 см, қосу 1 см, қосу 1 см тең 4 см деп жазамыз. Үшінші төртбұрыштікі 2 см қосылған 4 см, қосу 4 см, қосу 2 см тең, барлығын қоссақ 12 см шығады. Осылай төртбұрыштардың қабырғаларын өлшеп, олардың ұзындықтарының қосындысын табамыз. Ал енді үшінші практикалық жұмыс. Партаға математика оқулығын қой, парталасыңмен бірге оқулық мұқабасының ұзындығын сантиметрмен өлше, мұқаба бетінің барлық қабырғаларының қосындысын жаз және оның мәнін тап дейді. Балалар, біз оқитын математика оқулығының мұқабасын сантиметрмен өлшейміз. Яғни, мына біз оқитын кітаптың мұқабасын сантиметрмен, яғни сызғышпен өлшейтін боламыз. Және оның, яғни жоғары жағы шамамен 17 см, ал жаны 24 см шықты. Оның қарама-қарсы қабырғалары тең болады. Ал енді осы барлық қабырғаларын бір-біріне қосып шығайық. 17 см қосу 24 см, қосу 17 см, қосу 24 см. Барлығын қосқан кезде 82 см шығады екен. Яғни біз оқитын математика оқулығының мұқабасының барлық қабырғаларының ұзындығы 82 см-ге тең. Ал енді ережеге мұқият қараймыз. Кез келген көпбұрыштың периметрі осы көпбұрыштың барлық қабырғалары ұзындықтарының қосындысы. Математикада периметр латынның П әрпімен белгіленеді. Яғни жаңағы балалар, біз барлық қабырғаларын өлшеп бір-біріне қосқанымыздың барлығы ол, яғни төртбұрыштікі төртбұрыштың периметрі, үшбұрыштікі ол үшбұрыштың периметрі болады екен. Ережені жаттап есімізге сақтаймыз. Төртінші тапсырма. Кесте берілген, яғни бірінші кестеде берілген сандарды 5 есе арттыруымыз керек, ал екінші кестедегі сандарды 3 есе кемітуіміз керек. 5 есе арттыру дегеніміз бұл 5-ке көбейту, ал 3 есе кеміту дегеніміз 3-ке бөлу. 2 көбейту 5 тең 10, 4 көбейту 5 тең 20, 5 көбейту 5 тең 25. Ал енді берілген сандарды 3 есе кемітеміз. 18 бөлу 3 тең 6, 21 бөлу 3 тең 7, 27 бөлу 3 тең 9 деп
жазсақ болады. Ал енді 5-ші практикалық жұмыс: төркөз қағаздан суреттегідей фигураларды қиып ал. Осы фигуралардан 4 бұрыш және 5 бұрыш құрастыр дейді. Балалар, бізде төркөз қағаздан суреттер берілген, яғни фигуралар. Бұлардың барлығы, яғни бірінші фигурамыз бізде 4 бұрыш, қалған 3 фигурамыз 3 бұрыш екен. Ал енді осы фигураларды біріктіру арқылы 4 бұрыш және 5 бұрыш құрастыруымыз керек. Ал енді оны қалай құрастырсақ болады? Балалар, мына 2-3 бұрышты бір-біріне қосатын болсақ 4 бұрыш құрастыруға болады. Ал мына 3 бұрыштың біреуін мына 4 бұрыштың басына алып кеп қоятын болсақ, бізде 5 бұрыш құрастыруға болады. Ол мынада, яғни мына 3 бұрышты 4 бұрыштың басына қойсақ, бұда 5 бұрыш шығады. Яғни 1, 2, 3, 4, 5. Осылай 5 бұрыш құрастырдық. Келесі 2-3 бұрышты біріктіру арқылы 4 бұрыш, яғни шаршы құрастыруға болады. 6-шы тапсырма: теңдеулерді шеш. 6 бөлінген x тең 3. Балалар, мұндағы x белгісіз. Оны анықтау үшін алдыны 3-ге бөлеміз. X тең 2-ге. Ал енді x-ті орнына қойып, теңдеуді тексереміз. 6 бөлінген 2 тең 3, 3 тең 3 деп жазамыз. Екінші теңдеу: a азайту 27 тең 60 азайту 14. Балалар, бірінші 60-тан 14-ті азайтып аламыз. 60-тан 14-ті азайтсақ 46, сонда a азайту 27 тең 46 деп жазамыз. Мұндағы a белгісіз, оны анықтау үшін 46-ға 27-ні қосамыз. a тең 73-ге. Ал енді a-ны орнына қойып, теңдеуді тексереміз. 73 азайту 27 тең 60 азайту 14. 46 тең 46 деп жазамыз. 7-ші тапсырма: сызбалар бойынша амалдарды орында. Яғни 76-дан 41-ді азайтып мұнда жазуымыз керек. Шыққан санды 5-ке бөліп, одан шыққан санды 4-ке көбейтіп мұнда жазуымыз керек. Осы сияқты сызба бойынша амалды орындаймыз. 76-дан 41-ді азайтсақ 35, 35-ті 5-ке бөлсек 7, 7-ні 4-ке көбейтсек 28 шығады. Келесі сызба бойынша 18-ді 3-ке бөлсек 6, 6-ны 4-ке көбейтсек 24, 24-тен 12-ні азайтсақ 12 қалады. Осылай орындайтын боламыз. 8-ші тапсырма: бөлме ішінен оқушы сызғышымен өлшеуге болатындай тік 4 бұрыш пішінді затты таңдап ал. Осы заттың барлық қабырғаларының ұзындығын өлше және оларды қос дейді. Балалар, бөлме ішінен кез келген сызғышпен өлшеуге болатын тік 4 бұрыш затты таңдап алсаңдар болады. Мен барлығымызда бар дәптерді таңдап алдым және оны сызғышпен өлшедім. Дәптердің жоғары жағы 15 см, ал жаны 20 см шықты. Ал енді оның барлық қабырғаларының ұзындығын қосып шығайық. 15 см қосу 20 см қосу 15 см қосу 20 см тең 70 см. Жауабы: дәптердің қабырғаларының қосындысы 70 см-ге тең. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.